Ле Куан Лем, Айдын Сулейманлы, Билл Мастерс Триатлон. C4 ағылшын бастамасы ATF6 AC3 E5 ATF3 AC6 G3 D5. Орталық және тағы да бір орталық. CD at D5 піл G2 піл C5 Италия пілі келді. Рокировка D3 H6. Мына G5-тегі торды бақылауға алу. Піл D2 ATF6 тура C1 тура E8 A3 A5. Енді біріншіден мына B4-тегі торды бақылауға алу, екіншіден Италия піліне осындай бір ұяшық дайындау. Тура E1 піл A7, уәзір A4, піл E6 және уәзір B5. Мына B7-дегі сарбазға қызығып тұрма, түсініп тұрған жоқ ма? Піл B6 және ат A4. Енді түсініксіз шешім, неге Ле Куан Лем 2731 рейтингісі осындай өрескел қате жібереді. Ат A7 бірден мына жерге шабуыл жасадық, мына уәзір деген қолға түсіп қалды. Бұлай және піл F2 шах. Піл F2 енді патша F2 болатын болса, онда ат G4 шах және сіз өзіңіздің уәзіріңізден айырыласыздар. Патша F1 және піл D7. Осымен бітті. Не мынаны аламыз, не мынаны аламыз. Барлық бәле мына жерде басталды, міне қараңыздар. Ат A7 және піл F2 шах. Піл D7, ат D5 алдық және піл C6. Алдық. Енді қалғаны аса қиын емес. Енді Айдын Сулейманлы 2657 деген рейтингісі бар. Өте мықты шахматшылардың бірі. ATF6 AC3, ат G4 шах және тура D8. Енді ең бастысы сіздер деген қарсыластың бірде-бір сарбазына, бірде-бір фигурасына шабуыл жасай алмайсыздар. Ең басты мәселе сол ғой. Алдық, ат C6. Ат негізгі орталыққа келді. Енді мынаны ешкім бермейді, ол түсінікті. Ат G6 және F5. Егерде бұлай алатын болсаңыздар, онда турамен бұлай жүреді, мына жерге және мына жерге шабуыл жасайды. Бұлай тура F7, Зигберт Тарыштың ережесіне сәйкес артынан орналастырады. Ат G2, ат F8, G5, орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта шабуыл жасауға болады. Тура E1, тура D5 және ат E6. Алдық және ат негізгі орталыққа келді. Көрдіңіздер ме? Мына шахмат тақтасының бөлігінде біздің басымдығымыз айқын екені көрініп тұр, ал мыналар деген не істеп жатқаны түсініксіз. F4, F3 енді барынша патшаның түбіне жету үшін ашық жолдар керек. Ашық жолдар болмайтын болса, онда онша емес. E3, H5, алдық, G3 және G2 осымен ойын аяқталды. Өйткені патша бұлай болатын болса G1 шах және G2. Ең бастысы, міне мына жерге көңіл аударыңыздар. Уәзір B5, мына B7-дегі сарбазға қызықты, піл B6 және ат A7. Және осы жердегі керемет тактика ат A7. Естеріңізді сақтап қойыңыздар, осылай уәзірді қолға түсіруге болады. Бұлай және піл F2 шах және піл D7. Піл D7, ат D5, тағы қосымша осындай фигураны алып келеміз. Және піл алдық және қалған енді аса ауыз толтырып. Біздің деңгейімізде әрине ол түсініксіз, әзірше кім ұтады, кім ұтпайды біз білмейміз. Ал бірақ мына 2657-те осы позицияларды қалай ұтатынын сіздер қазір көресіздер. Ақырындап жылжыта береді және осылай жылжыту барысында қарсыластың өзінің көріңіздер басымдықты әдемі пайдаланады.